Таңға 6:30 Атырау ақпанның ызғарына қарамастан таңғы осындай серуенге шығуға тырысып жүрмін. Әрдайым қолымнан келе бермейді. Және де бұл батырлық емес, бұл өмірге деген махаббат. Себебі санаңның кеңеюіне байланысты өмірді басқаша түсіне бастайсың. Мысалы, қазір бетім қып-қызыл аяздан. Сол аяздың өзіне қуанып келе жатырмын. Себебі сол аязды сезіп келіп жатырмын. Яғни мен тірімін. Яғни мен сезіп білемін. Әлі мүмкіндіктер айналамда толып тұр деген нәрсе. Сосын әр қадам сайын, мысалы, әр қадам сайын байып жатырмын, немесе әр қадам сайын денсаулығым нығайып жатыр деген ниет. Соның өзі осылай жүруге, қадамымызды көбірек басуға осы ниеттер көмектеседі. Сосын бұл ниет біздің сол ниетімізді тек қана ойымызда, қиялымызда айтып қана қоймай, осылай іс-қимылмен, яғни осындай қадамдармен физикалық түрде жүріп отырамыз. Бұл түп санаға бір қимыл болып, былайша айтқанда бір кәсіп болып кіреді. Сосын осы ниетіміз осы физикалық түрде жалғасқаннан кейін осы өмірімізде көріне бастайды. Басқа бір адамдар арқылы, мүмкіндіктер арқылы. Аяздан тіпті сөйлеуге қиын болып келе жатыр. Сосын жалпы өмір деген ол алға қарай, жоғары қарай бір көтерілу, бір қадамнан екінші қадамға, үшінші, төртінші, жүзінші, мыңыншы қадамға жалғасу. Егер біз бір орында тұрып қалсақ, бұл стагнация деп аталады. Яғни жалпы негізі стагнация деген нәрсе болмайды. Егер біз бір орында тұрып қалып жатсақ, міндетті түрде артқа қарай кетеміз. Сондықтан біз әрдайым жоғары қарай, әрдайым алға қарай жүруге тырысуымыз керек. Яғни деңгейден деңгейге, деңгейден деңгейге. Және сол мысалы бір деңгейде жүріп, келесі деңгейге өткенде бізге сол жаңа деңгей бір белгісіздік болып келеді ең басында. Белгісіздік ол бізге қорқыныш бір сезіммен көрінеді. Яғни бір жаңа бір айнала, яғни біз жаңа деңгейді қайдан байқаймыз? Сол бір белгісіздік арқылы байқаймыз. Біз өмірімізде бір қалыпты жағдай келе жатады да, сосын бір белгісіз жағдайға түсіп қаламыз. Сол біздің жаңа бір деңгейге өткеніміздің белгісі. Осындай уақытта қорқып қалмай, төменге қарай кетіп қалмауымыз керек. Көбіне осы бір жаңа бір деңгейге өтеміз деп, керісінше төмен қарай кетіп қалып жатамыз. Осындай бір белгісіздікке тап болғанда, осы бір жаңалықтың бір белгісі деп қуану керек. Сосын қадамымызды әрі қарай басу керек. Мысалы, жұмысыңыздан шығып қалдыңыз, енді қандай қадам басасыз ары қарай? Сіз білмейсіз ғой. Не қадам басам енді? Басқа жұмыс таба алмай жатырмын. Бәрі, бүкіл әлем тұрып қалған сияқты болады. Осындай уақытта, осындай кәдімгідей физикалық қадамдарды басыңыз. Яғни өзіңізбен айналысыңыз, денсаулығыңызбен айналысыңыз, физикалық қимылдар жасаңыз, психологиялық бір курстар оқыңыз. Тек ақшалай ғана емес, ютубта да бар ондай. Бұл деген сіздің осы кеңістікке деген белгіңіз, кеңістікке деген сигналыңыз. Сіз әрі қарай, алға қарай талпынуыңызға ниетіңіз бар. Сіз Құдайға сенесіз, сіз өзіңізге сенесіз деген сигналыңыз, мүмкіндіктер келеді. Яғни көбіне біз сондай бір белгісіздік жағдайға тап келгенде біз депрессияға түсеміз, үйде жатып аламыз, немесе сыра ішеміз деген сияқты.
Енді бұның барлығы жаман емес, жақсы емес. Бұның барлығы тәжірибе. Мен өзімнің де өмірімде талай болған. Сыраға тойып алып, немесе достарыммен сол энергиямды сливать ету деген, яғни бір унитазға бір туалет бар ғой, соған бір құйып тастаған сияқты боласың. Бір энергияңды жинап келіп, сол бір әртүрлі, былайша айтқанда дос деген адамдармен шығып алып, сыраны ішіп, әртүрлі керек емес әңгімелерді айту, ол сол энергияңды унитазға құйып жіберу. Сондықтан барынша өзіңізді қолыңызда ұстағаныңыз жақсы енді. Бірақ егер де сол депрессияға түсіп кетіп, немесе сол сыраны ішіп алып жүрсеңіз, оған қатты уайымдамаңыз, ол да бір тәжірибе. Себебі келесіде сондай бір жағдайға түскенде сіз білесіз, сондай бір тәжірибеден өттіңіз, енді қайталағыңыз келмейді. Осы сондықтан деңгейден деңгейге өту керек. Жаңа деңгей әрдайым бір белгісіздік болып, бір қорқыныш болып келеді, ештеңе етпейді. Бәрі алда. Құдайға сеніңіз, өзіңізге сеніңіз. Жарқырай беріңіз. Толған ай болып тұр. Сау болыңыздар.